Сәлеметсіздер ме, құрметті инста достар. Бүгінгі әдеттегідей тікелей эфирде Отбасы банк. Қазір кішкене біздің тыңдармандарымыз әлі де жиналсын. Тағы да 1-2 минут тосайық. Содан кейін өзіміздің бүгінгі тікелей эфирімізді бастаймыз. Бүгінгі таңда бізде 267 адам қосылып отыр. Онда тікелей эфирімізді бастайық. Бүгінгі біздің тікелей эфиріміз осы күнге өзекті тақырып жалдамалы пәтерлерді субсидия төлемін алу туралы. Осының алдында 2 күн бұрын біз өзіміздің осы тақырып туралы кішкене хабарлама берген болатынбыз. Сол жерде көптеген комментариялар жазылған. Соларға бүгін жауап беруге тырысамыз. Өзімізді таныстырып өтейік. Менің атым Тусупова Данагүл, Алматы қаласының Отбасы филиалының директоры боламын. Және бүгінгі біздің эфирімізде қонақта басқарма төрайымы Ляззат Еркенқызы. Ляззат Еркеновна, слово вам. Спасибо, Дана. Добрый день, уважаемые наши подписчики. Сегодня наш телеэфир будет посвящен прежде всего новому продукту, который мы предоставили. Это субсидирование. Хочу коротко рассказать. Первое. Значит, вышли правила, которые утверждены Министерством индустрии. Согласно этих правил, только 4 группы очередников участвуют в программе. Первая группа – это инвалиды 1-й и 2-й группы, которые встали в очередь и имеют этот статус в очереди именно по этой категории. Второе – это семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Третье – это дети-сироты. И 4-е – это многодетные семьи. На сегодняшний день, согласно правилам, мы получили список из 70 тысяч семей. Из этого списка мы смогли по своим базам 54 тысячи людей идентифицировать. По номеру ИИН в нашей базе у них были либо депозиты, либо открытые текущие счета. И именно им отправили СМС. И после того, как СМС приходит, этим людям надо зайти на сайт baspana.kz и начать оформление своей заявки. Что трудного там есть? Первое – это то, что необходим персональный компьютер или планшет обязательно. Да. И обязательно нужна электронная цифровая подпись для того, чтобы подать эту заявку. Плюс еще нужно согласие взрослых членов семьи. То есть, если жена подает заявку, то муж тоже потом на 2-м этапе должен дать согласие на обработку его персональных данных. Кроме этого, значит, взрослые дети, если есть дети старше 16 лет, то они тоже, как члены семьи, должны дать, значит, согласие на обработку персональных данных, тоже с помощью электронной цифровой подписи. Это удобно, никуда не надо ходить. Но в то же время вот мы сейчас уже начали обзванивать своих клиентов. Многие из них, к сожалению, жалуются, что у них дома нету персонального компьютера или он там недоступен им. В таких исключительных случаях вы можете обратиться к консультантам нашего банка или же прийти в филиал, в отделение за дополнительной консультацией, и там вам помогут оформить заявку. Я хотела бы, Ляззат Еркеновна, тоже дополнить. Вот только что Ляззат Еркеновна озвучила, что у нас из 70 тысяч, только 54 у нас контактов есть. Но если вам СМС на сегодняшний день еще не пришло, то вы можете проверить свои возможности, то, что можете участвовать или нет, зайдя на сайт Отбасы банка. Называется otbasebank.kz.
и там вводите свой ИИН, и вы можете посмотреть, вы можете участвовать или нет. Поэтому клиенты, которые не получили СМС, а также соответствующие по указанным категориям, это 4 категории, и вы можете проверить возможность, то, что вы можете участвовать или нет. Енді кішкене қазақша айтып өтетін болсақ, бұл ең біріншінде осы жалдамалы пәтердің субсидиялау үшін бұл бағдарлама негізі 4 санаттағы азаматтарға арналған. Ең бірінші қосымша айтып берейін қазір. Осы санат бойынша 4 санат кезекте тұрған қазақстандықтар өтініш бере алады. Бірінші санат ол бірінші және екінші топтағы мүгедектер. Екінші жетім және ата-анасының қамқорлығынан айырылған балалар. Үшінші көп балалар отбасылар. И төртінші мүмкіндігі шектеулі балалар бар немесе оларды тәрбиелеп отырған отбасылар. Осы 4 санатта кезекте тұру керек. Кезекте тұру керек әкімшіліктерде. Егер де сіз осы заң бойынша, яғни тұрғын үй қатынастары заңында көрсетілген шарттармен сіз осы әкімшілікте кезекте тұрған жағдайда осы субсидиялау бағдарламасына қатысу мүмкіндіктеріңіз бар. Бүгінгі таңда 70 мың адамға осындай мүмкіндік беріліп отыр. Оның ішінде 54 мың адамға, яғни осы отбасы банкінің клиенті болған, яғни әртүрлі базалардан алынған контакт нөмірлер бойынша біз отбасы банктен СМС жібердік. Сізге егер де СМС келген жағдайда, бүгінгі таңда отбасы банктың сайтына кіресіз. Сайтымыздың адресі, ол мекен-жайы отбасыбанк.kz. Осы сайтта, яғни жалдамалы пәтерге өтініш тапсыру деген бізде нүкте бар, яғни соған басу арқылы бастырма сол өзіңіздің, яғни осы бағдарламаға қатыса алуыңызды тексеруіңізге болады. Бұл жалдамалы пәтерге төлемдерін субсидиялау бағдарламасына қатысу үшін міндетті түрде сіз жаңағы отбасы банкінің сайтына кіруіңіз керек, және де міндетті түрде сізде ЕЦП кілт болу қажет. Осы екі жаңағы шарт орындаған жағдайда сіз өзіңіздің осы бағдарламаға қатысуыңызға болатындығын тексерсеңіз болады, және де өтініш тапсыру мүмкіндігі бар. Бүгінгі таңда барлық клиенттер өтініш тапсыра беруіне болады. Субсидия алуға өтінімдер электрондық цифрлық қолтаңба көмегінен қабылданады. Ол осы өтініш жазатын азаматта болу керек, тағы да оның жолдасында, тағы да балаларында 16-дан асқан балалар, олар да сол электрондық цифрлық қолтаңбамен бізге өтініш жазып береді. Сол порталда біз сосын бүкіл құжаттарды мемлекеттік базалардан алып, ешқандай құжаттарды бізге қазір тіркеліп, құжаттарды жинап керек жоқ. Біз өзіміз сол электрондық базалардан сіздердің қандай табысыңыз бар, қай жерде кезекте тұрасыз, сіздің отбасыңызда баспаналық бар ма, бүкіл республика бойынша, оның барын өзіміз тексеріп, сосын уведомление жазып береміз. Өттіңіз бе, өткен жоқсыз ба деп. Және де осы өтініш тапсыру СМС осы жіберген күннен бастап ашық деп жарияласақ болады. Бүгінгі таңда өздеріңізді тексеріп бастасаңыздар болады. Осы СМС жіберілген уақыттан бастап біздің көптеген клиенттер өтініш тапсырып бастады. Сондықтан да өздеріңізді осы бағдарламаға қатыса аласыздар ма, жоқ па, міндетті түрде тексеріп көрсеңіздер болады. Осы бағдарламаға қатысу үшін жаңа кішкене шарттарын айтып өтейік, яғни отбасыбанк.kz сайтына кірулеріңіз керексіздер. Ол жерде кіргеннен кейін міндетті түрде өздеріңіз растаудың өзгерсе, орысша айтқанда авторизация өтесіздер, яғни отбасы банкінің міндетті түрде клиенті болуларыңыз қажет. Содан кейін жаңағы екінші бастырма бар, ол яғни жалдамалы пәтерге субсидиялау деген бастырма. Соған басу арқылы өздеріңіздің иіндарыңызды тіркейсіздер, сол арқылы базадан тексеріс өтеді. Ең бірінші, яғни кезекте тұрған азамат өзінің иінін теру қажет. Ол иін тергеннен кейін барлық базалардан ең бірінші
тексеріс өткізіледі. Тексеріс өткізіліп аяқталғаннан кейін әрі қарай өтінішті жалғастыру үшін барлық жаңағы жанұя мүшелерінің аты жөндері, иіндері шығады. Егер де сіздің жанұяңызда 16-дан асқан яғни жанұя мүшесі болатын болса, және жолдасы міндетті түрде өзінің жаңағы ЕЦП кілті арқылы осы өтінішті әрі қарай жалғастыру қажет. Әр өтініш берген кезінде міндетті түрде сіздің жаңағы барлық базалардан табысыңызды тексеру үшін сізге рұқсат сұралынады сізден. Сізге жаңағы 1414 деген номерден СМС келеді. Сол СМСке сіз өзіңіздің рұқсатыңызды беруіңіз қажет міндетті түрде. Яғни егер де сіз рұқсат берсеңіз 511 деген санды тересіз, содан кейін барлық базалардан сіздің жаңағы атыңызда үйіңіз бар ма, жаңағы табысыңыз жайындағы отбасы мүшелері бойынша барлық ақпараттар базадан тексеріледі. Сол барлық тексеріс өткеннен кейін сіздің жаңағы 16-дан асқан жанұяларыңызға да өтініш түседі. Ол сіздің жанұяңыздың мүшелері өздері өз ЕЦП-сімен міндетті түрде банктың сайтына кіріп өздерін сізге рұқсат беретіні, яғни осы субсидия бағдарламасына қатысу туралы рұқсатын беру қажет. Содан кейін әрі қарай сізге растама шығады, яғни банктен уведомление түседі. Сол уведомлениеде сіздің жаңағы қандай сомаға субсидия алуға рұқсат етілгені туралы міндетті түрде өзіңізге растама аласыз. Сол растама алғаннан кейін сізге 1 айдай уақыт беріледі. 1 айдың ішінде сіз өзіңізге ұнайтын жаңағы пәтерді жалдап алуға құжаттарды тіркесеңіз болады. Енді әрі қарай өтінішіңізді қай жерде болғанын, қандай статуста тұрғанын сіз жаңағы өзіңіздің заявкаңыздың ішіне кіріп, әрі қарай қарастырып отырсаңыз болады. Негізі өтініш тапсыру өте оңай. Сізге тек қана өзіңіздің жаңағы айтып өткен ЕЦП кілтіңізбен келіп, сол жерден өтініш тапсырып, тексеріп өзіңізді көрсеңіз болады. Және де әрі қарай не істеу керек туралы, яғни сіздің статусы шығып тұрады. Яғни сіз растама өттіңіз, енді өзіңіздің жаңағы алатын жалдамалы пәтеріңіздің нелерін, яғни айтады ғой, данные, соларды енгізу керек деп шығып тұрады. Содан кейін өзіңіздің жаңағы алатын үйіңіздің иесімен келісіп, сол осы өтінішіңізді әрі қарай жалғастыратын боласыз. Біз осы өтініш, яғни осы бүгінгі тақырыпты ашардың алдында, яғни алдын ала жариялаған болатынбыз. Сол жариялау кезінде көптеген сұрақтар келіп түсті. Сұрақтарыңызға өте рахмет. Соның арқасында қазір кішкене сіздерге осы бағдарламаға қатысу туралы әрі қарай жалғастырсақ деп отырмыз. Ең біріншіден осы келіп түскен сұрақтарға жауап береміз, және де бүгінгі біздің осы тікелей эфирімізге қосылып отырған азаматтар сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Уақыт жеткенше сұрақтарыңызға жауап береміз. Егер де уақыт жетпей қалған жағдайда біздің бүгінгі тікелей эфиріміз міндетті түрде сақталады. Соның астынан да өзіңіздің сұрақтарыңызды қою мүмкіндігі болады. Енді сұрақтарға көшетін болсақ, бірінші сұрақ: сәлеметсіз бе? Маған СМС келді, енді қай сайттан өтінім бере аламын дейді. Енді бұл сіздің сұрағыңызға біз жаңа жауап берген болатынбыз. Яғни отбасыбанк.kz сайтына кіріп, әрі қарай жалдамалы пәтерге субсидия беру бастырмасын басып, әрі қарай өтініш тапсыру мүмкіндігі бар. Міндетті түрде ЕЦП кілтіңіз өзіңіздікі және жанұяларыңыздікін бірге алып келсеңіз болады. Немесе үйден, егерде ноутбугіңіз болатын болса, компьютеріңіз болатын болса, сонымен үйден де тапсырып көріңіздер. Сұрақтарыңыз болып жатса, отбасыбанктың бөлімшелеріне немесе банк кеңесшілеріне хабарлассаңыз болады. Қазір қосымша айтып берейін, ақпарат осы екі жұманың арасында біз 18 сәуірден бастап бірінші СМС-қа жібердік. Ол СМС-қа енді шақыратын СМС. Сіз осындай бағдарламаға қосымша қатынасуға болады деп 5000 өтініш қазір порталда болып тұр. Олардың арасында 1000-нан астық. Олар бүкіл рас шешім алынды. Да, рас шешімді алды. Еншен тағы да 54 000 азаматтарға жіберілген СМС-ті соларды тосып отырмыз енді. Еще второй вопрос. Могут ли участвовать в данной программе безработные? В этой программе могут участвовать все, как раз таки, значит, смотрится доход, и доход должен быть очень низкий, ниже одного прожиточного минимума. Поэтому, когда вы подаете через электронную цифровую подпись согласия, то мы как раз проверяем по государственным базам данных ваш доход и делим его на всех членов семьи.
То есть, например, если у вас 4 и более детей, плюс есть супруг, то мы разделим это все на 6. И доход должен быть ниже, чем 36 тысяч 18 тенге. Сейчас выйдет новый закон о республиканском бюджете, там чуть-чуть повысится, доход должен быть не больше, чем 37 389. Но это большой роли не сыграет. Вот те, кто безработные, у них, соответственно, нету выплат в Государственный центр выплаты пенсии, в ВНПФ, и, соответственно, все могут участвовать, но самое главное, первый критерий, первая, так сказать, проверка, которая идет и отсекает людей, это нахождение в очереди. Чтобы участвовать в программе, человек должен быть зарегистрирован в очереди на жилье в этих 4 категориях. Также хотела дополнить, вот, так как мы уже начали прием заявок, у нас есть клиенты, у которых на сегодняшний день вышел отказ из-за того, что один прожиточный минимум на каждого члена семьи доход превышает. Уважаемые клиенты, как только у нас изменится прожиточный минимум, скоро планируется изменение, и вы можете проверить себя повторно, может, учитывая, что у вас было небольшое превышение, и в связи с изменением, внесением изменений в республиканский бюджет, и когда прожиточный минимум станет уже 37 389, возможно, вы пройдете. Поэтому клиенты, у которых был именно отказ по доходам, у вас есть возможность повторно себя проверить по данной программе. Да, как только изменятся параметры бюджета, мы заново тем клиентам, у которых мы увидим, что они могут пройти, тоже отправим дополнительный смс. Поэтому следите за смс-ками от Отбасыбанка. Следующий вопрос. Мен көпбалалы анамын, жолдасым екінші топ мүгедегі, қалай өтінім бере аламын? Егер де сіз көпбалалы ана болсаңыз, сізге міндетті түрде жаңағы жергілікті әкімшілікте кезекте тұру керек, көпбалалы санат бойынша. Немесе жаңағы екінші топ мүгедектігі санат бойынша, егер жолдасыңыз кезекте тұрған жағдайда, сіз осы бағдарламаға қатысу мүмкіндігіңіз бар. Және де сіздің жаңағы жанұяңыздың төлем қабілеттілігі тексеріледі, яғни сіздің адам басына шаққанда табысы жанұяның бір ең төменгі күнкөріс деңгейінен аз болған жағдайда сіз қатыса аласыз. Немесе сізге жаңағы Отбасыбанктен міндетті түрде хабарлама келеді, смс. Егер смс келген жағдайда, сіз бүгінгі таңдағы осы бізге министрліктен берілген 70 000 тізімнің ішінде бар деген сөз. Егер де сізге смс келмесе, міндетті түрде банктың сайтына кіріп, өзіңізді тексеріп көрсеңіз болады. Осы сұрақта жазған жоқ, ол кезекте тұрады ма, тұрмайды ма? Иә, сондықтан біз білмейміз қазір. Біріншіден сіз кезекте тұрыңыз ба деп ЕГОВтан және кезекте сайттан хабарласып өзіңізді тексеріңіз. Егер де сіз кезекте тұрсаңыз, онда біздің сайтқа кіріп те тексерсеңіз болады. Следующий вопрос. Наш статус подходит, доход подходит, но нам смс еще не отправили. Но здесь мы также, наверное, дополним, что мы смс отправили только клиентам 54 тысячи из 70. То есть вы, возможно, в списке, кому еще смс не доставлено, но вы обязательно себя проверьте на сайте otbasabank.kz. Там есть кнопка «Подать заявку на аренду» и на субсидирование аренды. И там вы вводите свои данные ИИН. Вам приходит смс о том, чтобы получить ваше разрешение на проверку ваших данных с государственных баз. Если с государственных баз мы проверяем и вы находитесь в списке, вам дается разрешение на участие в данной программе. Здесь также хочу отметить, когда вам смс-ка придет на телефон 1414, вам необходимо обязательно ответить. Если вы даете разрешение, нужно набрать цифру 511, и после этого уже уходит проверка по всем базам. Вот здесь еще было такое предложение. Значит, я встречалась с группой семей, воспитывающих детей-инвалидов Бахты Шанрак в Астане, и они предложили, чтобы вообще весь список тех, кто теоретически даже может участвовать, а это около 200 тысяч человек по всем регионам, опубликовать, и чтобы люди, если даже, например, увидели себя, либо своих соседей, знакомых, сказали им, что они могут участвовать. Я думаю, что в середине мая мы этот вопрос проработаем. Вот буквально сегодня мы ждем еще 16 тысяч, значит, устанавливаем контактов, да, и завтра, послезавтра еще 16 тысяч семей получат СМС. Когда мы вот обработаем большую часть,
то мы тогда еще дополнительно сделаем запрос в министерство и попросим возможности вообще всем 214 тысячам, которые находятся в этой категории, дать возможность подать заявку, может быть, даже и получить отказ, но тем не менее пройти все эти процедуры. Да, на самом деле сейчас во всех отделениях Отбасы банка проводятся презентации, и мы также на наших постах получаем много от вас запросов о том, что если вас в списке нету, куда можно обратиться. По данному вопросу, получается, сейчас прорабатывается вопрос открытия возможности всем принять участие. Только те, которые участвуют в этих 4 категориях, а также соответствуют по требованиям по доходам. Также продолжаем наш вопрос. Следующий вопрос. Можно ли в индивидуальном порядке решить вопрос на участие в госпрограмме субсидирования аренды, если инвалид детства 3-й группы, десятилетиями стоит в очереди как работник бюджетного учреждения, супруг тоже глухой, несовершеннолетние дети есть, и плюс арендное жилье. К сожалению, инвалиды с детства 3-й категории не относятся к категории СУСН и, соответственно, лишены права на арендное жилье из Госжилфонда. Можно решить вопрос в индивидуальном порядке. Если уже очередник МИО, но как бюджетник. К сожалению, 4 категории утверждены правилами. Правила утвердил нам вышестоящий орган Министерства индустрии, и в индивидуальном порядке мы не сможем вас прикрепить к участию в этой программе. По инвалидам 3-й группы, да, очень много вопросов, почему они не включены в социально уязвимые слои населения. И я думаю, нужно обращаться к депутатам, мажилиса, маслихата, для того, чтобы этот вопрос поднимать и включать их в СУСН. Сейчас, к сожалению, инвалиды 3-й группы могут подать заявление на постановку в очередь только через либо как работник бюджетный, либо как военнослужащий, либо как госслужащий, либо как неполная семья, либо как многодетная семья. Но отдельной категории для 3-й группы, к сожалению, нет. Также нам хотелось бы дополнить о том, что на сегодняшний день есть государственная программа, где категория бюджетник также может принять участие. Эта государственная программа на сегодняшний день называется «Шанрак». По данной программе и также есть направление «Кредитное жилье». По данным направлениям вы можете участвовать и получить уже квартиру в собственность. Для этого вам необходимо обязательно иметь счет в Отбасы банке, поэтому если у вас еще счета нету, вам необходимо его открыть и начать накопление. Как только будет открываться участие в программе, старт прием заявок, и будете подавать заявку. Келесі сұрақ. Сәлеметсіз бе Ләззат Еркенқызы, жалдамалы пәтерде тұрамыз, пенсионный енді 2 ай ғана жүрді. Мен қатыса аламын ба? Маған смс келген еді дейді. Сізге смс келсе, болды, сіз осы кезекте тұрған 4 санатқа жатасыз. Содан енді біздің сайтқа кіріп, otbasybank.kz қазір электрондық цифрлы қолтаңбаны алып, өтінішті бізге жібере беріңіз. Сіз қатыса аласыз, қатысып көріңіз. SMS-ке келсе болды, енді SMS келгенде компьютер ашып, планшет ашып, көмекші бір жас балаларды шақырып, олар компьютерді жақсы жұмыс істейді ғой, содан қасыңызда біреуді отырғызып, өтінішті бере беріңіз. Және тағы айтып өтетініміз, бүгінгі егерде сіз Алматы қаласының тұрғыны болсаңыз, біз бүгінгі таңда осы әл-ауқат басқармасы келісімі бойынша, сол сіздердің аудандық әл-ауқат басқармасында банктың кеңесшілерін отырғызып, егерде сіздің ноутбугыңыз жоқ жағдайда, сол әл-ауқат басқармасының аудандық әл-ауқат басқармасына келіп, сол жерден өтініш тапсыру мүмкіндіктеріңіз бар. Тағы да қосымша айтып беремін, Нұр-Сұлтан қаласында Жанұя деген үлкен орталық бар. Сол жерде қазір біздің әріптестер, кеңесшілер отыр. Олар да компьютерларды ашып көмектесіп жатыр. Біреуде үйде болмаса, және ойлағанда қазір мен электрондық цифрлы қолтаңбаны алып өтінішті тапсыра алмаймын деп, сол азаматтар сол Жанұя орталыққа барып, сол жерде көмекті алуға және сол өтінішті тапсырады. Шымкент қаласында олар Аманат партиясының филиалдарында, ғимаратында, сондай кішкентай кеңесші орталықтар қазір ашылды бір жұманың арасында. Енді сол жерде біздің кеңесшілер отырып көмектесіп жатыр. Сол жерге баруға болады. Келесі сұрақ.
жалдамалы пәтерді субсидиялау бойынша өтінім берген едік. Құттықтаймыз тапсырғаныңызға. 3 мамыр айында беріпті. Қашан, қай уақытта хабарлама немесе растау келеді дейді. Бұл сұрағыңыз бойынша, егер де сіз өтініш тапсырған болсаңыз, өзіңіздің жаңағы жеке кабинетіңізге кіріп, осы өтініміңізді тағы да тексеріңіз. Өйткені банктың беретін растамасы шамамен бір 10 минуттың ішінде шығады. Егер де сізге растама келмеген жағдайда біздің бөлімшелерімізге келіп, қандай статуста тұрғанын білсеңіз болады. Мүмкін сізде жаңағы SMS келген болар, сол SMS-ке растау жіберу керек па, немесе басқа техникалық ақаулар болып қалуы мүмкін. Немесе сізде растау туралы хабарламада болуы мүмкін. Сондықтан да өзіңіздің статусыңызды өтінішіңізге кіріп, жеке кабинетіңізге тексеріңіз. Егер сұрақтар туындап жатса, міндетті түрде банктың бөлімшелеріне қатынасаңыз болады. Және біздің сайтта өтініш жазуға болады. Иә, өтініште өзіңіздің қашан осы өтінішті тапсырдыңыз, сосын бүкіл бүкіл ақпаратты жазып беріңіз. Бүкіл сайтта келген бізге өтініштерді біз қабылдаймыз, соларға бәріне жауап береміз. Сіз егер қаласаңыз, осы Отбасы банкінің Instagram парақшасында бізге директқа жазсаңыз болады. Сол бойынша сіздің ақпаратыңызды тексеріп, жеке сізге міндетті түрде жауап береміз. Келесі сұрақ. Неполная семья в этой программе может участвовать? К сожалению, согласно условиям программы, только 4 категории участвуют. Это первая категория, значит, инвалиды первой-второй группы. Еще раз буду повторять из раза в раз, может быть, немножко надоедим, но чтобы уже как-то отпечаталось прям. Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, дети-сироты и многодетные семьи. Неполные семьи в этот список не попали, согласно правилам, утвержденным министерством. Что мы сейчас делаем? При встрече с Бахты-Шанрак с 50, больше 51 семья, по-моему, были в прошлую субботу на встрече со мной. Очень многие задавали вопросы. Оказывается, они встали в очередь, да, в свое время, как неполная семья. Но при этом потом у них родился ребенок с ограниченными возможностями. Но теперь они не хотят уходить из очереди неполная семья, потому что там дата, например, постановки 2012 год, да, очень ранее, чтобы сейчас получить очередь 2022 года. И мы сейчас делаем предложение в министерство. Если нам дадут подключение к порталу, где мы будем видеть это пособие, которое вы получаете на ребенка с инвалидностью, то разрешить из других очередей, допустим, бюджетники или неполная семья, при наличии такого ребенка, не изменяя очередь, участвовать. Но пока, к сожалению, по правилам, только вот эти 4 категории. Поэтому пока будет отказ, поэтому напишите на наш сайт, укажите номер очереди, регион, прям подробную информацию, фамилия, имя, отчество, и напишите как предложение, что я хочу участвовать, но при этом вот стою в очереди как неполная семья, но у меня есть ребенок с ограниченными возможностями. Если же это просто неполная семья, то, скорее всего, их включать в программу не будут. Также Серкена часто задают вопросы, если сейчас вот на субсидировании арендного платежа участвовать, могут ли они в дальнейшем госпрограмме участвовать? То есть их не уберут ли с очереди, если они будут участвовать вот в арендном жилье, на субсидировании? Нет. Если вы участвуете в программе субсидирования арендного жилья, никто вас из очереди исключать не будет. Исключают из очереди только тогда, когда у вас появляется жилье в собственность. Например, вы по Бахты Отбасы у нас получили, по Шанраку получили, либо по другой программе, или Акимат выделил вам квартиру из жилищного фонда. Да. Вот при выдаче аренды без права выкупа они тоже исключают уже, сейчас из очереди, потому что там договор аренды очень длинный, очень долгосрочный. Тағы да бір сұрақ келіп түскен болатын, яғни егер де мен Шаңырақ немесе Бақытты отбасы бағдарламасы бойынша қатысып үй алған болатынмын, енді осы субсидия бағдарламасына қатыса аламын ба деп. Яғни сіз бүгінгі таңда өзіңіздің атыңызға пәтер алғандықтан сізді кезектен шығарып тастау қажет, және де сіздің атыңызда үй болғандықтан сіз субсидия бағдарламасына қатыса алмайсыз. Сіз өтініш тапсырсаңыз да, мына жерде біздің порталда тексеру болғанда сіздің алған пәтеріңіз сол ақпарат шығады.
шығады, содан біз ол өтінішке жауап бергенде жазып береміз соны. Тағы да бір сұрақ. Сәлеметсіздер ме? Бұл бағдарламаға қатысу үшін пәтерде тұру шарт па? Немесе заявка берген соң пәтер іздесем бола ма дейді. Сіз егерде бүгінгі таңда өзіңіздің туысқандарыңыздың үйінде тұрып жатқан болсаңыз, сізге осындай мүмкіндік беріп отыр, яғни әкімшілік мемлекет тарапынан. Егерде сізге SMS келіп, осы жаңағы айтып өткен 70 000 тізіміне кірген болсаңыз, онда сіз міндетті түрде тапсырып, өзіңізге растау қағазын алғаннан кейін де жалдамалы пәтер іздесеңіз болады. Яғни міндетті түрде сіз қазір жалдамалы пәтерде тұруыңыз деген ондай шарт жоқ. Өтініш растау алғаннан кейін де пәтер іздесеңіз болады. Біз қазір тексермейміз, қай жерде тұрып жатсыз, туыстарында және бір достардың үйінде ме, бүкіл құжаттарды тапсырып, осы біздің порталдан өтініш алғанда, өтініш жібергенде, сосын сол өтінішпен өткенде, сіз нарықтан барып, жалдамалы пәтер іздесеңіз болады. Жалдама пәтерді іздеп, сосын біздің сайтта бәрі жазылып тұр. Сізде 3 адам азамат отбасыңызда болса, сіз 40 шаршы метрге дейін пәтерді жалдайсыз. Сосын 5 адамға дейін 60 000 шаршы метр, және 6 адамдан көп отбасылықта болса, олар көп балалар отбасылар, олар 80 шаршы метрге дейін пәтерді жалдайды. Тағы да бір сұрақ қойып отыр. Мен бұл сұраққа білмедім, осы бағдарламаға қатысуға SMS келді. Енді жіберсем, тексерісінің нәтижесінде мемлекеттік деректер базасында сізде бірнеше адаммен некедесіз. Бұны түзеткеннен кейін ғана қайтадан келесіз деп айтып отыр. ЗАГСпен соңға барсам, олар айтады, бізде бәрі дұрыс. Мен бір жолдасыммен ғана 2013 жылы үйленгенмін. Қайта 2021 жылы ажырасып, 22 жылдың қаңтар айында қосылдым. Некедемін қазір, шешімін таппай жүрмін дейді. Бұл сұрақ бойынша біз айтамыз, яғни ең біріншіден бізде әртүрлі базалардан жаңағыда интеграция жүргізілгендіктен бізде осындай қателіктер шыққан болатын, яғни техникалық қателіктер деп айтсақ болады. Яғни бір адамда бірнеше некесі бар сияқты. Бүгінгі таңда бұл қателік толығымен жойылды. Егерде сізге осы сұрақ бойынша ғана егерде жаңағы отказ келген жағдайда, сіз өзіңіздің өтінішіңізді қайтадан тапсырып көріңіз. Өйткені бүгінгі таңда жаңағы сіздің сұрағыңыз сияқты қателіктер болған бүгінгі таңда жойылып, қазір жаңадан өзгерістер енгізілген болатын. Қайтадан тапсырып көріңіз. Дана, қосымша айтып берем. 126 өтініште осындай проблема болды. Оларда осындай бірнеше адаммен некедесіз деп құжаттар келді. Енді олар соңға барып келді және ЗАГСқа барып құжаттарды көрсетіп, қазір бүкіл ЕГОВта сол базаларда жақсылап қарап шықтық. Енді осындай проблема болмайды деп ойлаймын. Лестер Кена, здесь мы уже основные вопросы, которые были у нас в Инстаграме, мы ответили. Основные вопросы, мы некоторые вопросы объединяли, потому что очень часто встречались одни и те же вопросы. Теперь хотелось бы уделить время вопросам, которые пришли у нас вот в прямом эфире. Сейчас нас уже просматривает 403 наших инстаподписчиков, наших инстадрузей. Начнем, наверное, с начала этих вопросов. Бірінші сұрақтан бастайық. Так, ең бірінші сұрақ. Өте көп сұрақ келіп түскен екен. Егер де сіздердің сұрақтарыңызға жауап бере алмай жатсақ, міндетті түрде осы тікелей эфир сақталады. Сол тікелей эфирдің комментария жазсаңыз болады. Так. Субсидия қандай программа айтасыздар ма? Яғни бұл сұраққа жауап бердік. Отбасы қашан басталады? Бақытты отбасы қашан басталады? Көп сұрақтар қазір бақытты отбасы қашан басталады. Енді осы мамыр айында біз қазір мынандай үлкен бағдарлама бастадық субсидия бойынша. Өзіміздің жоспары бойынша бірінші маусым, бірінші июнь айынан бастап. Бірінші маусым бастап, бірінші маусымда қазір қарқаралық балалардың күні болады ғой. Мерекеге арнайы
бақытты отбасы 2022 жылдың өтініштерді тапсыру бастаймыз бағдарлама. Ол бағдарламаға қандай санаттағы азаматтар қатыса алады? Ол бағдарлама бойынша 3 санатта тұрған азаматтар өтінішті береді. Біріншіден, мүмкіндік шектеулі балаларды бар, немесе оларды тәрбиелеп отырған отбасылар, және олар толық емес отбасылар, және көп балалар отбасылар. Здесь вопрос. По потере кормильца могут подать заявку? Но я так понимаю, что это не полная семья, у которых есть потеря кормильца. Могут ли участвовать в программе субсидирования? По субсидированию нет, а в программе «Бақытты отбасы», которую мы планируем объявить начало 1 июня, на Международный день защиты детей, значит, они смогут подать заявку, если стоят в очереди. Самое главное, чтобы человек находился в очереди. Өтінішті қайда тапсырамыз дейді. Егер де сізге смс келген жағдайда, отбасыбанк.kz сайтына кіріп, яғни жалдамалы пәтер алуға субсидия деген бастырманы басып, осы бағдарламаға қатысуға өтініш беру мүмкіндігі бар. Бәрі бүкіл құжаттарды, бүкіл өтініштерді біз қазір біздің филиалдарда алмай, бүкіл осы онлайнде портал жасап бердік. Содан бойынша біріншіден электрондық цифрлы қолтаңба болу керек. Сол қолтаңбамен порталға кіріп, сол жерде бір өтінішті жібересіз бізге, біз өзіміз бүкіл құжаттарды жинап, сізге сосын жауап береміз. Өттіңіз бе және өткен жоқсыз ба деп. Мен көпбалалы анамын, маған қатысуға бола ма дейді. Иә, болады. Егер де сіз осы жергілікті әкімшілікте кезекте тұрған жағдайда, және де сізге 70 мың спискке кірген жағдайда, немесе банктен смс келген жағдайда, осы бағдарламаға қатысып өтініш тапсырсаңыз болады. Здесь еще вопрос по программе «Умай». Когда возобновят программу «Умай» город Павлодар? Программа «Умай» – это программа для более обеспеченных слоев населения. Это такая женская ипотека, где люди, у которых женщины высокий доход, они не стоят в очереди, они покупают жилье, потому что у них есть платежеспособность, и очень спрос большой оказался. Буквально 1,5 месяца назад мы получили дополнительные ресурсы, и фактически за 6 недель полностью освоили эту сумму. Да. Теперь мы работаем с Азиатским банком развития, и я думаю, где-то в середине июня будет понятно, когда придут следующие деньги. Третий транш, да? Третий транш, да. Раньше середины июня точно не начнется, чтобы вот сразу не вводить в заблуждение. Первое. И второе, нужно следить за нашим инстаграмом, потому что это деньги, которые привлекают на рынке Азиатский банк развития для этой программы, и точная дата будет известна вот в середине июня. Также у нас есть клиенты, которые получили предварительное одобрение по программе «Умай». Если у вас есть данное одобрение предварительное, у вас есть возможность в течение 1 месяца в рамках ранее утвержденной предварительной квалификации подать заявку по программе «Умай». Енді қайтадан бүгінгі тақырыпқа байланысты тағы бір сұрақ бар екен. Ой. Так. Көп сұрақ болды, бақытты отбасы қашан басталады деп. Мен мына жерде оқып жатырмын экраннан. Так, я пропустила. Мынандай сұрақ болды. Егер де мен одобрение алдым, енді осы жалдамалы үйге жер іздесем бола ма дейді. Частное жилье. Я жер үй жалдауға болады. Ол жер үйдің құжаттары бәрі болса, біз ондай заң жоқ, тек қана пәтерге барыңыз деп рұқсат береміз оғанда. Яғни сіздер егерде бүгінгі таңда растама алған жағдайда, сіз жер үй болсын, пәтер болсын, жаңағы жалдамалы үй алу мүмкіндігіңіз бар. Бірақ та бұл жер үй болған кезде сізге тағы да бір көңіл аударатын жайт, ол яғни ол үйдің құжаттарына қарастыруыңыз керексіз міндетті түрде, және көп жерлерде, яғни жаңа бау-бақшасы бар жерлер бар. Яғни орысша айтқанда садовый дом дейді, дача деп айтамыз. Егер де сондай үй болатын болса, ол үйді жалдауға болмайды. Міндетті түрде ол жаңағындай не
болу керек, тұрғын үй болу керек. Егер тұрғын үйге арналған жерге салынған үй болса, жер үйді алу мүмкіндігі бар. Келесі сұрақ. Бақытты отбасы маусымнан біріне басталады. Ура деп жазып жатыр. Иә. Бірінші маусымда айттым ғой, осы үлкен халықаралық балалардың күні болады, сол күні бастаймыз. Тағы да бір сұрақ қойыпты. Енді очередьке тұрсақ, көп балалы ретінде СМС келе ме дейді. То есть клиент собирается только вставать в очередь, как многодетная семья. Ну, пускай встают в очередь. Я думаю, что сейчас вот количество заявок не сильно большое. Я же сказала, 5000 заявок поступило за 2 недели. Хотя мы отправили 54 тысячи СМС. Оказывается, многие все-таки хотят приобрести в собственность и ждут начала Бақытты отбасы. Да. Я думаю, что если клиентка встанет сейчас в очередь, мы будем принимать заявки весь май, еще, скорее всего, весь июнь. То есть пока полностью не наберем 70 тысяч заявлений, я думаю, у нее есть шансы. В любом случае, чтобы решить свою жилищную проблему, нашей клиентки, которая написала вот здесь в Инстаграме, чтобы участвовать и в Бақытты отбасы, и в субсидировании аренды, получить жилищный сертификат из Акимата, еще какие-то другие помощи, ей обязательно нужно находиться в очереди, поэтому обязательно через ЕГОВ подайте заявку на постановку в очередь, если вы многодетная мама. Также хотела вам напомнить, что многие клиенты думают, если я сейчас субсидирование получу, что меня либо с очереди снимут, либо я не могу участвовать в программе, которая откроется Бақытты отбасы или Шаңырақ. То мы хотим вам сказать, что если пришел СМС и вы подали на субсидирование аренды, то параллельно вы можете участвовать, когда откроется и программа Бақытты отбасы, и программа Шаңырақ, либо на получение бесплатного жилья, аренды без выкупа от местного исполнительного органа. То есть вас с очереди снимать не будут до того момента, пока вы не получите собственное жилье. Асыраушысынан айырылғандар субсидияны ала ма дейді. То есть это дети-сироты. Я олар осы 4 санатқа кіреді. Я содан қазір СМС келсе, өтінішті тапсыра беріңізді біздің онлайн порталда. Өтініш СМС келмесе, қазір біздің сайтта өтінішті ақпаратты жазып беріңіз. Қашан, қандай кезекте тұрмыз, сосын бүкіл бәрін қарап шығамыз, қай жерде тұрмыз, неге сіз сол 70 мың азаматтың ішінде жоқсыз. Сізге міндетті түрде өзіңіздің отбасы банк сайтына егерде 18-ге толған бала болатын болса, онда ол өзінің атынан ЕЦП кілт арқылы кірсе болады. Ал егерде осы асыраушысынан айырылған бала әлі де 18-ге толмаған жағдайда, оның міндетті түрде қамқоршысы болу керек, яғни орысша айтқанда опекун дейміз. Сол опекуны ол болашақта тапсыра алады. Бүгінгі таңда осы субсидирование жалдамалы пәтердің төлемін субсидиялау бағдарламасына ең біріншіден, ол бірінші кезеңі деп отырмыз, өз атынан тікелей тапсырылатын клиенттерге рұқсат беріліп отыр. Ал егерде өзі тапсыра алмайды, егер оның қамқоршысы болатын болса, опекуны, ондай азаматтарға да тапсыру мүмкіндік болады, бірақ кішкене кешірек. Ол туралы ақпаратты міндетті түрде біз өзіміздің Инстаграм парақшамызда жазамыз. Тағы да сол ақпаратты береміз. Шаңырақ бағдарламасы бойынша үй алсам, Талғар ауданында тіркелген, бірақ Алматыдан алсам, первоначальный сертификат ала алам ба Талғар ауданынан дейді. То есть по программе Шаңырақ, если вы участвуете, да, если кешірім сұрайын, қазақша болды ғой сұрағыңыз. Яғни сіз Шаңырақ бағдарламасына қатысқан жағдайда, егер Алматы қаласынан үй алам десеңіз, сіз яғни осы Алматы қаласының аумағына жатқанда, Алматы қаласынан сіз үй ала аласыз. Егер де Талғар ауданының әкімшілігінен сізге тұрғын үй сертификаты берілетін болса, сізге сертификат алу мүмкіндігіңіз бар. Және тағы да бір осы субсидирование бойынша айтып өтетін бір жайт бар. Ол яғни сіз егерде Алматы қаласында кезекке тұрған болсаңыз, субсидия бағдарламасына қатысқаннан кейін осы Алматы қаласының ішінде пәтер іздеп жалға алсаңыз болады. Ал егерде сіз облыстан кезекке тұрған болсаңыз, міндетті түрде банктен растама алғаннан кейін ол осы Алматы аумағынан бола ма, қай жерде кезекте тұрсыз, сол аумақтан пәтер жалдасаңыз болады. Қазір көп сұрақтар болды. Сол Нұр-Сұлтан қаласында мен кездескенде, оларда Бақытты Шаңырақ деген орталықта
көп аналар маған осындай сұрақ қойды. Мен Илинка, Кащи және Новоалександровка деп жерде, сол жерде тұрам, сонда кезекке тұрғам, енді ол Ақмола облысының аймағына қатысады деп. Қазір мен Нұр-Сұлтанға келіп, мына жерде интернат бар, мына жерде енді спец балабақшасы бар, баламды сол жерге барып енді тәрбие көрсетіп жатырмын деп, енді қаланың ішінде жалдауға болады ма деп. Қазір ереже бойынша ондай рұқсат жоқ, және біз осы сұрақтарды қазір бүкіл мемлекеттік органдарға келесі жұмада Нұр-Сұлтанға барып, соны бәрін көтереміз. Содан сіздерде мынандай ұсыныстар болса, және сұрақтарыңыз болса, бізге сайтқа жазып беріңіз. Мен былай осы ереже бойынша бәрін қарап шықтым. Маған осы бағдарлама өте ұнайды, но соның ішінде тағы да сұрақтар бар. Мен мынаны қалай жасаймын, мынаны қалай жасаймын деп ұсыныстар болсаңыз, жазып беріңіз бізге. Уважаемые клиенты, если у вас есть предложение для того, чтобы изменить какие-то условия субсидирования арендного платежа, обязательно напишите на наш сайт, либо в Инстаграме, какие предложения. Например, я являюсь участником области, но я хотела бы по субсидированию проживать в городе, да, либо другие какие-то моменты, которые вы хотели бы задать, вы обязательно как предложение можете нам направить. Мы сделаем свод этих предложений, и Ляззат Эркеновна планирует все вопросы, которые мы хотели бы по субсидированию обновить и поднять эти вопросы уже на уровне министерств. Мы понимаем, что эта программа субсидирования арендных платежей – это новая программа для нас. Обязательно будут моменты, которых спорные, либо один клиент подходит, другой клиент может не подойти. И я думаю, что все со временем может изменяться, какие-то дополнения могут быть. Қазақша айтқанда көш жүре келе түзеледі дейді. Яғни осы субсидирование бағдарламасында да біраздар өзгерістер енгізілуі мүмкін. Міндетті түрде өздеріңіздің ұсыныстарыңызды бізге жіберіңіздер. Сол ұсыныстарыңыздың барлығын жинақтап, Ляззат Эркеновна Астанаға барып, Нұр-Сұлтан қаласына барып, министрліктерде осы сұрақтардың барлығын көтерем деп отыр. Қазақтар айтады ғой, бірлік болса тірлік болады деп. Бәріміз бірлік болып, мына жерде қосымша бүкіл ұсыныстарды жинап алайық. Сосын оларды мен мемлекеттік органдарға барып, Фейсбукта пост жазып, бүкіл жерде енді жиналыстарда көтеремін. Когда я встречалась с мамами в Катышанрах, это в основном семьи, воспитывающие детей-инвалидов, больше 50 семей было. Бутагу Султанова большое спасибо, она организовала эту встречу в прошлую субботу. Если есть какие-то другие НПО, которые хотят тоже встретиться, можете писать. В принципе, Алмата, Нур-Султан, в любое время мы готовы организовывать такие встречи. Там было 3 крупных предложения. Первое предложение было связано с пропиской. То есть многие говорили, я прописана в Акмолинской области, в Новоалександровке, в Кащах или там в Илинке. А сейчас вы мне не разрешите арендовать квартиру возле спецшкол. Есть в Нур-Султане 3 школы, там одна для слабослышащих, другая для слабовидящих. И, конечно, было бы очень удобно именно там арендовать. Второй вопрос, который они предлагали, сделали такое массовое предложение, это если, допустим, я уже говорила об этом в прямом эфире, мама стоит с ребенком-инвалидом в другой очереди, не полная семья или бюджетница, тоже разрешить участвовать, не переходя в очередь семьи, воспитывающих детей-инвалидов. Вот это первое. Второе, это обращение. И третье, очень большое обращение, мы сейчас с этим работаем. Они говорят о том, что вы включили пособие в доход. И получается неравномерное распределение. Если, например, у вас в семье 4 детей и более, когда вы делите любое пособие на 6, да, допустим, даже пускай все вместе пособие будет 150 тысяч тенге, он бөлгенде азаматқа, то получается сумма 25 тысяч, и вы проходите. Да. А если человек взрослый инвалид один, да, то даже хоть он одно маленькое пособие получает, когда вы делите на одного, он уже не проходит. Превышает, да. Вот эту аналитику мы сейчас готовим, мы делаем прям портрет клиента. Если один взрослый инвалид, если их 2 человека, если в семье 3 человека, потом если, допустим, дети-сироты, он не женатый один, то он пройдет, а если он не пройдет, наоборот, если же у него, к счастью, есть семья и там есть дети, то
распределении всех его доходов у него больше шансов. И вот этот вопрос тоже они очень сильно поднимали и предлагают все-таки пересмотреть вот эти подходы. Опять повторюсь, да, программа первый раз в истории Казахстана, вот что мы платим, да, субсидию аренды. Конечно, поэтому, может быть, не учтены все проблемы. Еще одну проблему поднимали, кстати, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, они говорят, вы запретили снимать у родственников. А мы, говорит, очень такая специфическая категория, нас не любят арендаторы, они не хотят нам сдавать в аренду, особенно и многодетных тоже не любят, как арендаторы именно. То есть они говорят, когда они узнают, что на 4 детей, 2 в детский сад ходят, 2 в школу, они говорят, вы нам все обои разрисуете, вы там соседям будете причинять, как бы, ну, не то что ущерб, а просто... Да, что беспокоить их, да. И они говорят, нам и так очень тяжело арендовать жилье и найти хорошего арендатора. Поэтому особенно семьи, воспитывающие инвалидов, они говорят, я снимаю у сестры. Кто-то говорит, я снимаю там у зятя и так далее. Поэтому они говорят, почему вы нам запретили? Я подниму этот вопрос, конечно, вот всем банкам, мы сейчас пишем эту аналитику. Не думаю, что на это дадут согласие, потому что другие члены общества, наверное, подумают, что таким образом просто деньги, ну, уходят внутри семьи. Но вот нецелево используется, да. Но вот эти 4 вопроса, связанные с пособием, с пригородными зонами, потом с очередью в другой категории, это, я думаю, нужно поднимать. И расширить список, может быть, да, на сегодняшний и день. расширение списка, чтобы все 215 тысяч, кто в очереди стоит, могли подать заявку. Этот вопрос мы на следующей неделе будем активно поднимать. Бізге бүкіл ұсыныстар жазып беріңіз. Қазір біз айтып жатырмыз, осындай ақпаратты қандай жұмыстарды істейміз, жоспарымыз қандай, осы жоспарда тағы да қандай ұсыныстар бар, сізде бәрін жазып беріңіз. Енді біздің тікелей эфиріміз өзінің соңына жақындап қалды. Тағы да 1-2 сұрақ қойылыпты, яғни осы субсидия емес, әскери баспана қашан басталады дейді. Әскери баспана басталады. Осы 4 жылдың арасында 12 мың отбасылар, әскери қызметтер жұмыс істеп жатқандар баспаналы болды. Олар 8-15 деген бағдарламамыз бар. 15% алғашқы жарна, 8% несие. Осы бағдарлама болады. Біздің инстаграмда ақпаратты тосып отырмыз. Енді менің ойым бойынша қазір біз бүкіл филиалдармен бірге қосылып жоспарларымызды жазып тұрмыз. Осы айда біз субсидияға, аренда, осы бағдарламаға көп азаматтарды кіргізіп, олардың өтініштеріне бүкіл көмекті жасап, 1 маусымдан бастап бақытты отбасы бастаймыз. Енді жоспар бойынша сосын әскери баспана бастаймыз. Рахмет үлкен. Тағы да бір сұрақ, 7-20-25 бойынша айтыңыздаршы дейді. Бірақ біз отбасы банк 7-20-25 бағдарламасына қатыспайды. Сондықтан да ол туралы ақпарат бере алмаймыз деймін. 7-20-25-ке біз ешқашан қатынасқан жоқпыз. Сіздер қазір Халық банк және банк центр кредит, Freedom банк, сосын Сбербанк болды. Солардың сайттарға кіріп, сол жерде бүкіл ақпаратты алыңыз. Біз ол бағдарламаға ешқашан 3 жылдың арасында болып жатыр, сол бағдарлама. Біз оған қосымша ешқандай өтінішті алған жоқпыз. Қатысқан емес. Және қатысқан емеспіз. Бізде өзіміздің шаңырақ деген бағдарлама болды. 5-10-20. Енді соңғы 2 сұрақ, Ләззат Еркенова, осы субсидирование бағдарламасы туралы екен. Жолдасым 70 мың табады, программаға қатыса аламын ба дейді. Егер де сіз 70 мың теңге табатын болсаңыз, яғни жанұяның табысы, онда сіз жаңағы айтып өткен, яғни төлем қабілеттілікке қатысты, яғни табысқа байланысты талаптан өтіп тұрсыз, бірақ сіздер жаңағы айтып өткен 4 санатқа жатасыздар ма, соны тексеріп алуыңыз керексіз. Егер де сіз жергілікті әкімшілік органында осы 4 санаттың бірінде кезекке тұрған жағдайда, сізге немесе банктен SMS келген жағдайда, сіз осы бағдарламаға қатыса аласыз. Адам басына шаққанда қайталап өтеміз, бір адам басына, яғни отбасының табысы 36 мың 18 теңгеден аспау керек. 2 адамға ол 72 мың теңгеден аспау керек. Сіз егерде жолдасыңыз екеуіңіз ғана болатын болсаңыздар, 70 мың теңге ол жаңағы талапқа сай деп айтсақ болады.
Келесі сұрақ, соңғы сұрақ, субсидияға қатысса, бақытты отбасына қатыса аламын ба дейді. Қатыса аласыз. Бірінші осы субсидия бағдарламаға өтініш тапсырып, онлайн порталда болсаңыз, біз оны бәрін тексеріп, сіздің табысыңыз өткізеді ме мына бағдарлама бойынша, және сосын бақытты отбасыға құжаттарды тапсырсаңыз, онда ол кісіге созаемші керек болады ғой. Міндетті түрде, егер де сіз қазір субсидия бағдарламасына қатысып, одан кейін бақытты отбасы бағдарламасына қатысқаннан кейін өтіп жатқан жағдайда, сіз келіп несие алу үшін өзіңіздің төлем қабілеттілігіңізді растауыңыз керек. Егер де сіздің төлем қабілеттілігіңіз жеткіліксіз болған жағдайда, сіз өзіңізге қасыңызға заемшылас алып, кез келген адамды өзіңіздің қасыңызға кем дегенде 2 заемшылас алып, бақытты отбасына қатыссаңыз болады. Егер де сіз бақытты отбасы бағдарламасынан үй алған жағдайда, онда сіз мына жалдаған пәтер субсидиясынан өзіңіздің жасаған келісім шартыңыз жойылады да, сіз тек қана бақытты отбасы бағдарламасында қалатын боласыз. Бақытты отбасыдан өткенде, үйді сатып алғанда, біздің несие шартына қол қойғанда, сосын залогты қойғаннан кейін біз базадан көреміз, сіздің атыңызда енді меншік болып, меншік үй болғаннан сол ақпарат шығады. Сонда біз сізді осы субсидия бағдарламадан шығарамыз. Ал енді құрметті инста достар, бүгінгі таңда біздің тікелей эфирге қатысқандарыңызға рахмет. Банк клиенттеріне үлкен рахмет. Сізде өздеріңіздің сұрақтарыңызды біздің инста парақшамызда комментарий ретінде қалдырсаңыз болады, біздің директқа жазсаңыз болады. Қандай осы банктың сайттарында өзіңіздің сұрақтарыңызды, ұсыныстарыңызды қалдыру арқылы осы субсидия бойынша барлық сұрақтарыңызға жауап ала аласыз. Міндетті түрде өзіңіздің осы санатта болсаңыз, 4 санатта қатыса алатыныңыз списокта барсыз ба, жоқсыз ба, оны міндетті түрде өтініш тапсырып көріңіз. Өтініш тапсыру ол онлайн жүргізіледі, яғни айтып өтеміз, отбасыбанк.kz сайтында. Егер де сіздің жаңағы жеке кабинетіңізге кіргенде жаңағы осы жалдамалы пәтерге субсидия деген бастырма болған жағдайда сіз списокта барсыз. Олайды қарастырсаңыз болады, немесе қазіргі таңда осы өзіңіздің иініңізді ғана тіркеп, сол списокта бар жоқ екеніңізді тексеру мүмкіндігі бар. Міндетті түрде тапсырып көріңіздер. Барлықтарыңызға іске сәт. Сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Енді кімге смс келді, оларды біздің онлайн порталда Отбасы банк күтеміз. Енді электрондық цифрлық қолтаңбаны алып, бізге өтінішті жіберіңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.